Құрметті тіл ғылымы каналының көрермендері, сіздердің назарларыңызға атадан қалған асыл сөз, оның ішінде қасиетті 17 туралы ақпаратты ұсынамын. Бірінші жеті тілімізде жеті ғалам деген тіркесте сақталған. Жеті ғалам сөзінің бүгінгі мағынасы дүние жүзі бүкіл әлем дегенді білдіреді. Байырғы кезде бұл термин халықтың әлем туралы өте ерте кездегі мифологиялық түсінігін бейнелеген. Бұл түсінік бойынша жеті саны негізгі жеті бағытты білдірген. Бұл дүниенің төрт бұрышы, яғни күншығыс, күнбатыс, түстік, терістік және аспан, жер, жер асты. Аспан мифтік түсінік бойынша жоғарғы ғаламды, жер орта ғаламды, жер асты төменгі ғаламды білдірген. Екінші тіркес жеті қат көк деген сөзде бекіген. Оның бүгінгі мағынасы шырқау, биік, шексіз аспан дегенді білдіреді. Жеті қат көк бұл байырғы шығыс астрономдарының кеңінен қолданған термині. Мұндағы жеті саны жеті жұлдызға сәйкес келеді. Бұл жұлдыздар Ай, Меркурий, Шолпан, Күн, Қызыл жұлдыз немесе Марс, Мүштәри немесе Юпитер және Сатурн. Үшінші жеті ғашық деген тіркесте сақталған. Бұл жерде халық аузында өлең жырлар мен ертегі дастандарда ежелден айтылып келе жатқан жеті ғашық сөзінің түп төркіні шығыс елдеріне аңыз дастан болып тараған ғашықтық хикаялармен сабақтас болып келеді. Қазақтың жыршылары мен ақындарының шығармасында екі нұсқада кездесетін жеті ғашыққа мыналар жатқызылады. Бірінші Ләйлі Мәжнүн, Жүсіп Зылиха, Фархат Шырын, Тахир Зухра, Арзу Қамбар, Уәлік Мұқафра, Уәки Күлшай. Екінші нұсқада Ләйлі Мәжнүн, Жүсіп Зылиха, Фархат Шырын және Бахрам Күләнда, Сипілмәлік Жамал, Бұржігіт Анулы, кей нұсқаларда Анулланы Қарашаш дейді, Зияда Хорлы немесе Хорлы Ғайым. Төртінші жетіге жеті жұт деген тіркес кіреді. Бұл тіркестің біріншісіне құрғақшылық, екіншісіне жұт, яғни малдың қырылуы, үшіншісіне өрт, төртіншісіне оба, яғни аурудың тарауы, бесіншісіне соғыс, алтыншысына топан су, жетіншісіне зілзала, яғни жер сілкінуі кіреді. Бесінші жеті жоқ тіркесінде сақталған. Жерде өлшеуіш жоқ, аспанда тіреуіш жоқ, таста тамыр жоқ, тасбақада талақ жоқ, аллада бауыр жоқ, аққуда сүт жоқ, жылқыда от жоқ. Алтыншы жеті жетім тіркесінде сақталған. Тыңдамаған сөз жетім, күйеусіз тозған бөз жетім, иесіз қалған жер жетім, басшы жоқ ел жетім, аққу қазсыз көл жетім, жерінен айырылған ел жетім, замандасы қалмаса бәрінен де сол жетім. Жетінші жеті шәріп немесе жеті әулие деп аталады. Мекке шәріп, Мәдине шәріп, Бұхар шәріп, Шам шәріп, Қатым шәріп, Құддыс немесе Мысыр шәріп, Кәлләм шәріп немесе Құран. Сегізінші жеті бұл жеті қазына тіркесінде сақталған. Жеті қазынаға қазақ халқы ер жігіт, сұлу әйел, ақыл білім, жүйрік ат, қыран бүркіт, берен мылтық, жүйрік тазы жатқызған. Келесі жеті бұл жеті ата деп аталады. Жеті атаға ата, әке, бала, немере, шөбере, шөпшек, немене жатады. Жеті күн тіркесінде де қасиетті жеті сақталған. Бұл жерде екі нұсқада жеті күн беріледі. Бірінші нұсқада бүгін, ертең, бүрсігүні, арғы күні, ауыр күн, соңғы күн, азна деп аталады. Екінші жеті күн бұл аптаның күндерінің атауы. Дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбіні сәтті күн дейді. Бейсенбі, жұманы қасиетті күн деп атайды. Сенбі және жексенбі. Назарларыңызға рахмет, кәделеріңізге жарасын. Егер ақпарат ұнаса лайк қойып, комментарий жазып, тіркелмесеңіздер каналға тіркеліп қоюларыңыз сұралады. Сау болыңыздар.